Сәлеметсіздер ме балалар? Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Тақырыбымыз ғарыш қалай игерілді? Балалар, ғарышты игеру кезеңдерін білесің. Ғарыш жаңалықтарының маңызын түсінесің. Сонымен қатар, зымыран, серік, орбиталық станция сөздермен таныс боласыңдар. Балалар, мына суретке мұқият қараңыздаршы. Аспан әлемі қандай керемет! Адамдар ертеден аспан әлемі қызықтырған, сондықтан оның сырын ашуға ұмтылды және әртүрлі жаңалықтарды ашты. Ал қазір білгенімізді еске түсірейік, жаңа мәліметтерді алуға тырысайық. Сонымен күн жүйесінің ғаламшарлары қандай? Күн жүйесінің құрамында 8 ғаламшар бар. Олар күнді эллиптстік орбиталық бойымен айналып жүреді. Олар Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун ғаламшарлары. Келесі сұрағымыз, күн адамға не береді? Күн ғарыштағы болатын құбылыстарға үлкен ықпалын тигізеді. Ол жер бетін негізгі жылу көзі болып табылғандықтан, жерді жарықтандырып жылытады. Ал ай дегеніміз не? Ай жердің табиғи серігі. Жердің ең бірінші жасанды серігі 1957 жылы 4 қарашада ұшырылған. Ол ғарышта 92 күн болды. 1960 жылы 19 тамыз күні ғарышқа Белка мен Стрелка аттанды. Олар әуеде 25 сағаттан аса уақыт болды. Зымыран жерді 17 рет толық айналып шықты. 1961 жылы 12 сәуір күні ғарышқа алғаш рет адам ұшты. Ол Юрий Гагарин болатын. Оның ұшуы 108 минутқа созылды. Балалар, сендер білесіңдер ме? Ғарышқа ұшу кезінде зымыранға тиелетін жүктің массасы өте маңызды. Зымыранның жылдамдығы соған тәуелді болады. Сондықтан алғашқы ғарышкер Юрий Гагариннің салмағы 72 килограммнан аспаған екен. Балалар, 1969 жылы 21 шілдеде америкалық астронавтар Нил Армстронг пен Баз Олдрин айдың бетіне қонды. 1986 жылы 20 ақпанда Мир орбиталық станциясы ұшырылды. Ол ғарышкерлер тұратын әрі жұмыс істейтін ғарыш үйіне айналды. Бүгінгі білімімізді бекіту мақсатында сәйкестендіруді орындаймыз. Ғарышқа алғаш ұшқан дене жасанды серік. Ғарышқа адамға дейін не ұшты? Ғарышкер иттер, Белка және Стрелка. Ең алғашқы ғарышқа ұшқан ғарышкер Юрий Гагарин. Алғашқы ай бетінде серуендеушілер америкалық астронавтар. 1986 жылы ғарыш үйі Мир орбиталық станциясы. Керемет! Барлық жаңалықтарды есте сақтапсыздар. Сонымен жетістік ағашы арқылы өздеріңді бағалап көріңдер. Жарайсыңдар. Сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.